Қазына әл-ауқат қорында осы жекешелендіру шаралары басталды, өзі нәтижесін беріп жатыр. Сол туралы біз ақпарат дайындадық. Экранға назар аударуыңызды сұраймын. Самұрық-қазына қорының активтері қалай сатылып жатыр? Жекешелендірудің 5 тетігі қолданылады. Электрондық аукцион. Аукцион жеңімпазын таңдаудағы жалғыз өлшем баға. Электрондық байқау. Оның басты шарты компания қызметінің бағыт-бағдары сақталғанда ғана өткізіледі. Ашық екі сатылы байқау. Әлеуметтік, экономикалық маңызы бар активтерге қолданылады. Тікелей атаулы иеліктен шығару. Бұл тетік стратегиялық инвесторлар үшін қолданылады. IPO немесе SPO. Акциялардың қор нарығында алғашқы және екінші мәрте орналастырылуы. Басымдық берілген алаң Астана халықаралық қаржы орталығы. Самұрық-қазына қоры әр сатылатын активті жеке қарастырады. Бұл жекешелендіретін компаниялар жұмысының бүкіл маңызды жағын есепке алып, мемлекет, инвестор және қоғам мүддесін теңдестіруді қамтамасыз етеді. Осы ақпараттан байқағанымыз, жалпы самұрық-қазына осы жекешелендіру мәселесін жүйелі түрде жүргізіп жатыр. Бірақ сұрақ мынандай: көп азаматтарымыз бүкіл жекешелендіру ол самұрық-қазынаға қатысты екен деп ойлайды. Мысалы, үлесі қандай осы жекешелендірудегі? Қанша осы сатылады деген мүліктің үлесі самұрық-қазынаға қатысты? Қазіргі уақытта осы жүйелі бағдарлама барысында 700-ден астам осы компаниялар сатылымға қойылған болса, оның 216-сы осы самұрық-қазынаға тиесілі. Және бұл дегеніміз барлық осы мемлекеттің сатып жатқан активтерінің барлығы самұрық-қазынанікі деген сөз емес. 1/3 ғой шамасы. 1/3 самұрық-қазынаға тиесілі. Сол активтерді бәсекелі ортаға шығару самұрық-қазынаның қазіргі уақыттағы басты мақсаты. Жалпы сонда қалған мүлік ол министрліктерге қатысты, жергілікті әкімшіліктерге қатысты сонда? Мемлекеттің иелігінде. Жекешелендіру басталғаннан бері қандай проблема бар? Басты проблема, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мемлекет осы проблеманың бар жоқтығын мойындай ма, мойындамай ма деген. Негізі заңның қазіргі уақытта самұрық-қазына әл-ауқат қорындағы активтерді сату барысында осы мемлекеттік активтердің осы жаңа арзанға кеткен сатылымдарды болдырмас үшін арнайы жұмыс тобы құрылып, сол жұмыс тобы заңдарға өзгерістер енгізуді көздеп отыр. Бұл дегеніміз ашықтықты шектеу деген емес, ол осы арзанға сату мүмкіндіктерін шектеу болып табылады. Ол қордың әрбір сатылымда тұрған активі ол бізге өте маңызды. Активтер оның әр активтің, әр компанияның, әр кәсіпорынның өзінің бағалы құны бар. Сол құнынан төмен бағаға сату бұл қордың мақсаты емес. Қордың басты мақсаты бұл жекешелендіруді ашық, әрбір активтен ең үлкен үлес ақшылай қаражат алу. Жалпы, мынандай бір үрей бар. Ертең жекешелендіріп кеткеннен кейін азаматтарымыз жұмыстан шығарады, қысқартады, бағытын өзгертеді. Оның жағын қалай бақылайсыздар? Қор үшін әрбір азамат ол маңызды. Сол себепті арнайы сатып алушыға арнайы талаптар қойылады. 1 жылдың ішінде, немесе 5 жылдың ішінде, 10 жылдың ішінде осы кәсіпорын тұрақты жұмыс істеу керек. Ол тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілу керек. Өйткені біздің алдымыздағы осы әлеуметтік міндеттемеміз ол бізден түспейді. Сол себепті біз осы мәселеге өте тиянақты де жақсы қараймыз.